қазіргі тойдағы сыйықсыз тірліктерді орта жас буындары жасап жүр дегенге қосыламын. Өйткені біріншіден бұл табиғи заңдылық, бұл орта буынның бойында энергиясы және сауыққа құмарлығы өте жоғары. Біріншіден. Екіншіден, осы біздің орта буынымыз сол тойда сауықшыл болып, екі жақтың ортасын былайша айтқан кезде дәнекерлеп тұрды. Жастар да сол кісілерге еліктеп, сол кісілердің жасағанын қайталап жүр. Үлкен кісілер де соны жасап жүр. Неге? Бұл жерде бірден бір себеп, сол орта буынның талап сұранысы бойынша музыкалар қойылады. Ал музыка адамның еркін билейді. Тойда адам еркін жүрген кезде музыка оның еркін билеп, қандай музыка ойнаса соған елпелектеп, үлкен кісілердің де секіріп, жаңа өзіңіз айтқандай анайы билерді билеп жүретіні ондай болып жүр. Сондықтан да біз мына гитлердің бір тәсілі бар ғой. Бір жерді жаулап алған соң, жаңағы сол тұтқындағы адамдарды санасын билеп алу үшін түсініксіз музыкалар қойған. Сұлтан Махмұт атамыз айтқан, егер бір елдің әні кетсе, сәні кетеді, сәні кетсе, жаны кетеді деген. Сондықтан да біз мына тойдағы музыкаларды реттемей, бұл тойдағы осындай келеңсіз жағдайлардың болғаны болған.